Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен, Анар Елемесқызы, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге персик тәріздес, өте жұмсақ болып шығатын печенькелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаны шығады, өте дәмді. Ең бастысы, бұл печеньелерге ешқандай да бояу қосылмайды, барлығы табиғи жолмен жасалады. Алдымен керекті нәрселермен таныстырып өтейін. ұн, сармай, қант, қаймақ және де ұн қопсытқыш қажет болады. Ал жасалу жолына кірісетін боламыз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сармайымызды салып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды салып, шанышқының көмегімен бір келкі етіп барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сармайымыз бен қантымыз бір-бірімен жақсылап араласуы керек. Осылай езіп аламыз. Кейін үстіне қаймағымызды салып, келесіде ұн қопсытқышымызды салып, дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, вилкамен өзіңізге ыңғайлы болмаса, қолыңызбен де араластыра берсеңіз болады. Маған шанышқымен ыңғайлы болды. Кейін ұнымызды саламыз. Ұнды бірден барлығын салып жібермейміз. Осылай алдымен бірінші араластырып аламыз. Кейін барлығын біріктіру үшін қолмен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Қамырымыз видеода көрсетілгендей қолымызға жабыспайды, әрі жұмсақ. Бірден печеньелерді жасауға кірісіп кете берсек болады. 180 градус пеште шамамен 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскенше мен бояғыштарды дайындаймын. Мана айтып өткенде барлығы табиғи сары түсті сәбізден алатын боламыз. Осылай үккіштің майда көзінен өткізіп алыңыздар. Маған бір сәбіз жарады. Енді келесі қызылшамызды дәл осылай, оны да үккіштің майда көзінен өткізіп алатын боламыз. Енді таза марлыңыз болса, марлыдан өткізіп алсаңыз болады. Сығып, менде марлы болмағандықтан осындай елек немесе сита дейміз ғой, сомен қасықты сыға отырып, ішіндегі сөлін ағыздым. Енді келесі кезекте қазір сәбізді жасайтын боламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта көптеген пайдалы әрі тез жасалатын, оңай үй жағдайында жасалатын рецепттермен бөлісіп отырамын. Міне, қараңыздар, ешқандай да қоспаның қажеті жоқ. Менің печеньелерім дайын болды. Шамамен 20-25 минутта үсті-асты бірдей пісіп шықты. Жұмсақ. Қараңыздар, қазір сіздерге көрсетіп кетейін. Міне, асты толықтай піскен, үсті осылай қатты сарғайып қызармайды. Осы піскеніміз жарайды. Енді пышақ болса пышақпен, әркімге өз қалауы, мен осылай қасықпен ортасын шұқып алып тастайтын боламыз. Ол қазір бізге біраз уақыттан кейін қажет болады. Осылайша барлығын алып тастайтын боламыз. Мен барлығын алып тастадым. Ендеше бізде қоюланған, қайнатылған вареная сгущенка дейміз ғой, немесе кәдімгі сгущенка қолдансаңыздар да болады, бірақ бұл сгущенкамен дәмдірек болады. Осылай барлығын үстіп бір масса болғанша езіп араластырып аламыз. Енді осыны жаңағы печеньелеріміздің арасына жағатын боламыз. Міне, алдымен мен бір-біріне келетін бірдей формаларды таңдап арасынан алдым. Дәл осылай видеодағы көрсетілгендей қылып, біріншісі біреуіне, екіншісіне жағып, міне осылайша жасап дайындап қоя береміз.
Менде барлығы 28 данасы шықты. 28-ден барлығы 14 осындай персик печеньелер шықты. Бұл көлемі өте үлкен, әрі дәмді, жұмсақ болып шығады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Ал ендеше осы печенькелерімізді бір жағын сәбіздің шырынына осылай батырып аламыз. Енді екінші жағын қызылшамыздың шырынына салатын боламыз. Одан кейін барып біз бөлек ыдысымызға қантымызды салып, осы қантымызға барлық жері бірдей тиетіндей қылып, осылай аунатып аламыз. Печеньеміз толықтай пропитка дейміз ғой, сіңеді. Сонда өте жұмсақ болады. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Менің отбасыма және балаларыма қатты ұнады. Міне сіздерге тағы да бір анықтап бір көрсетіп өтейін. Міне тағы да осылай қантқа бір аунатып аламыз. Сахарный пудра емес, осы ішінде қантқа аунатқаның жақсы болады. Міне менің печенькелерім барлығы дайын болып қалды. Мен әсемдік үшін осылай мята жапырақтарын тық қойған болатынмын, әсемдік үшін. Тағы да айтуға шаршамаймын, достар. Өзіме, балдарыма, отбасыма өте қатты ұнады. Дастарханыңызға да, қонақтарыңыздың алдына да ұсынсаңыздар, керемет болады. Дәмі деген өте керемет, дәмді, шаймен де. Ең бастысы жұмсақ болып шығады, достар. Жұмсақ. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Арасын толықтай біздің шырындарымыз печенькімізге сіңіп. Міне қараңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Ас болсын. Келесі күнде жүздескенше.